Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Елестетіп көріңізші, таңертең төсектен тұрғанда, көліктен түскенде немесе жай ғана баспалдақпен төмен түсіп келе жатқанда тізеңізден кенеттен өткір ауырсыну сезілді. Немесе отырып тұрған сайын бүкіл бөлмеге естілетіндей жағымсыз сықыр шығады. Таныс жағдай ма? Егер осы белгілер сізде немесе жақындарыңызда болса, бұл ағзаңыздың көмек сұрап дабыл қағып жатқан алғашқы белгісі. Білесіз бе, қазіргі таңда тізе ауруы тек қарттардың немесе кәсіби спортшылардың мәселесі емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми деректеріне сүйенсек, жер шарының әрбір үшінші тұрғыны буын ауруларынан зардап шегеді. Ал соңғы жылдары бұл дерттің жасарып, тіпті 25-30 жастағы жастар арасында да өте жиі кездесе бастауы үлкен проблемаға айналды. Мұның басты себебі біздің заманауи өмір салтымыз, сағаттап компьютер алдында тапжылмай отыру, аз қозғалыс, сапасыз тағамдар және буындарға түсетін бей-берекет салмақ. Тізе ауырған сәтте біздің көпшілігіміз қандай қателік жібереміз? Бірден дәріханаға жүгіріп, жардамасы жер жаратын, ауырсынуды басатын мазьдар мен таблеткаларды сатып аламыз. Бірақ оқырмандар, шынайы дәрігер ретінде айтайын, бұл дәрілер аурудың түпкі себебін емдемейді. Олар тек жүйке талшықтарын уақытша жансыздандырып, ауру белгісін бүркемелеп қояды. Ал бұл уақытта іштегі шеміршек тозуын, буын сұйықтығы құрғап, жойылуын жалғастыра береді. Нәтижесінде уақыт өткізіп алып, ота жасатуға, яғни операцияға дейін баруымыз мүмкін. Бірақ ерте байбалам салудың қажеті жоқ. Тізенің саулығын сақтап қалудың, шеміршекті қайта қалпына келтірудің және ең бастысы ауырсынуды дәрі-дәрмексіз үй жағдайында басудың ғылыми дәлелденген жолдары бар. Мәселені іштен, яғни ағзамызды дұрыс қоректендіру және буынды қауіпсіз қозғалту арқылы шешу керек. Дәл осы видеода біз мына маңызды сұрақтарға жауап табамыз. Тізедегі шеміршек ұлпасын қалпына келтіріп, майлануын жақсарту үшін күнделікті рационға қандай тағамдарды қосу керек? Ағзадағы буын қабынуын, артрит пен артрозды өршітетін және тізені жеп қоятын қандай 4 тағамнан тез арада бас тарту қажет? Тізенің жүгін жеңілдетіп, айналасындағы бұлшықеттерді нығайтатын 3 алтын жаттығуды бірге жасаймыз. Және де тізеңіз кенеттен ісіп, қатты ауырғанда алғашқы көмек ретінде қолданылатын халықаралық RICE әдісінің құпиясын ашатын боламын. Бұл видео сіздің буындарыңыздың саулығына арналған нағыз нұсқаулық болмақ. Сондықтан видеоның соңына дейін мұқият өткізбей көріңіздер. Сондай-ақ дәл қазір каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз, өйткені алда денсаулығыңызды сақтауға көмектесетін бұдан да пайдалы видеолар шығады. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Бірінші сұрақтың жауабы: тізе ауырғанда не жеу керек? Сонымен достар, тізедегі шеміршекті қалпына келтіру және буын сұйықтығын, яғни біз смазка деп атайтын синовиалды сұйықтықты көбейту үшін ағзамызға арнайы құрылыс материалдары қажет. Біздің шеміршегімізде қан тамырлары жоқ. Бұл нені білдіреді? Демек, шеміршек қоректі тікелей қаннан алмайды. Ол тек біз ішкен тағамнан бөлініп, буын сұйықтығына сіңген пайдалы заттар арқылы ғана қоректенеді. Дәріханадағы қымбат баттар мен хондропротекторларға ақша шығындамай-ақ тұрып, мына тағамдарды күнделікті рационыңызға міндетті түрде жүйелі түрде қосыңыз. Біріншісі ет, сүйек сорпасы мен табиғи холодец. Бұл коллагеннің бомбасы. Бұл буындарға арналған нөмірі 1 табиғи дәрі. Ірі қара малдың немесе жылқының буын сүйектерін, сіңірлерін, шеміршектерін 6 сағаттан 12 сағатқа дейін жай отта қайнатқанда оның құрамындағы табиғи коллаген, глюкозамин және хондроитин сульфаты сорпаға толықтай бөлінеді. Бұл заттар тізе шеміршегінің тікелей кірпіштері. Мұндай сорпа буынның ішіндегі үйкелісті азайтып, тозуды тоқтатады. Сіздерге менен кеңес: сорпаны ішер алдында ішіне бірнеше тамшы лимон шырынын тамызыңыз. Бұл коллагеннің ағзаға 100% сіңуіне көмектеседі. Екінші тағам майлы су балықтары, қабынуды басатын омега-3. Тізе неге сыздап ауырады? Өйткені онда созылмалы қабыну процесі жүріп жатыр. Ал омега-3 көп қанықпаған май қышқылдары. Табиғаттағы ең күшті қабынуға қарсы зат. Олар буынның ісінуін басады, таңертеңгілік тізенің құрысуын жояды және шеміршекті бұзатын ферменттердің белсенділігін төмендетеді.
Пайдалы лайфхак: қымбат лосось немесе форель алу міндетті емес. Қарапайым және қолжетімді скумбрия, макрель мен майшабақта, яғни сельдь, омега-3 деңгейі қымбат балықтардан да жоғары. Аптасына кемінде 2-3 рет балық жеуді әдетке айналдырыңыз. Үшіншісі ас үйлік желатин, гидролизденген ақуыз. Кәдімгі дүкенде сатылатын қарапайым желатин бұл ішінара бұзылған, яғни ағзаға сіңуге дайын тұрған таза ақуыз коллаген. Ол шеміршек ұлпасының серпімділігі мен беріктігін сақтайды. Қалай дайындау керек? Кешке 1 шай қасық, шамамен 5 грамм желатинді жарты стақан салқын суға салып, таңға дейін бөктіріп қойыңыз. Таңертең үстіне жылы су немесе табиғи шырын қосып, аш қарынға ішіңіз. 1 айлық курс сіздің тізеңізбен қатар шашыңыз бен теріңіздің де жаңаруына керемет әсер етеді. Төртіншісі цитрустар, жидектер және С дәруменінің маңызы. Есіңізде болсын, сіз қанша жерден коллаген немесе сүйек сорпасын ішкеніңізбен, егер ағзаңызда С дәрумені жетіспесе, ол ақуыздар буынға жетпейді, яғни далаға кетеді. С дәрумені ағзаның өз коллагенін синтездеуге көмектесетін негізгі қозғалтқыш. Күнделікті рационыңызда киви, болгар бұрышы, итмұрын шайы немесе біздің дәстүрлі тұздалған қырыққабат, яғни квашеная капуста болуы шарт. Бесіншісі суықтай сығылған зәйтүн және зығыр майлары. Бұл майлардың әсіресе экстра вирджин зәйтүн майының құрамында алеокантал деп аталатын бірегей органикалық қосылыс бар. Халықаралық зерттеулер алеоканталдың ағзаға әсері дәріханадағы танымал ауырсынуды басатын ибупрофен немесе диклофенак дәрілерімен бірдей екенін дәлелдеген. Тек оның ешқандай жанама әсері немесе асқазанға зияны жоқ. Күнделікті салаттарға 1-2 ас қасық осы зәйтүн майынан, зығыр майынан қосып тұрсаңыз, буындарыңыз жұмсарып, қозғалысыңыз жеңілдейді. Алтыншысы күкіртке бай тағамдар: сарымсақ, пияз және жұмыртқа. Шеміршектің берік, торлы құрылымын сақтау үшін ағзаға күкірт, сера элементі қажет. Күкірт жетіспегенде шеміршек тез мүжіліп, жұқара бастайды. Сарымсақ, пияз, барлық қырыққабат түрлері және тауық жұмыртқасы күкірттің ең табиғи әрі белсенді көздері болып табылады. Олар сонымен қатар буындағы қан айналымды жақсартады. Жетінші өнім сүт өнімдері мен кальций, D3 тандемі. Шеміршектің астында оны тірек болып ұстап тұратын сүйек ұлпасы бар. Егер сүйек әлсіз әлі кеуекті болса, остеопороз, шеміршекке түсетін салмақ 2 есе артып, ол тез бұзылады. Сүйекті іштен бекіту үшін ескірген қатты ірімшіктер, яғни сыр, үйдің творогы мен айранын қолданыңыз. Олар ағзаны сапалы кальциймен қамтамасыз етеді. Енді келесі тізе ауырғанда, яғни не жемеу керек? Достар, біз жаңа ғана тізеге пайдалы тағамдарды тізіп шықтық. Бірақ мына шындықты түсінуіміз керек. Егер сіз таңертең ет, сүйек сорпасын ішіп, түсте немесе кешке буынды іштен жеп кеміретін зиянды өнімдерді жеуді жалғастыра берсеңіз, оның ешқандай пайдасы болмайды. Ол дәл бір тесік шелекке су құйғанмен бірдей. Егер тізеңіздің сықырлағанын, сыздап, ауырғанын тоқтатқыңыз келсе, мына 4 өнімнен тез арада бас тартыңыз немесе барынша шектеңіз. Біріншісі қант және тазартылған көмірсулар, тәттілер, ақ нан, кондитерлік өнімдер. Қант буын ауруларының ең басты және жасырын жауы. Біз тәтті жеген кезде қандағы глюкоза деңгейі күрт көтеріледі. Бұл ағзада цитокиндер деп аталатын қабыну тудырушы заттардың жаппай бөлінуіне әкеледі. Яғни қант тізедегі артрит пен артрозды іштен лаулатып, өршітетін жанармай іспеттес. Сонымен қатар артық қант шеміршектегі коллаген талшықтарын қатайтып, оларды морт сынғыш етеді. Екіншісі транс майлар және рафинатталған өсімдік майлары, фастфуд, маргарин, күнбағыс майы. Қуырылған тағамдарда, фастфудта және дүкендегі арзан майларда омега-6 май қышқылдары өте көп. Омега-3 қабынуды басса, омега-6 керісінше ағзадағы кез келген созылмалы қабынуды қоздырады. Егер сіз күнделікті тамақты тазартылған рафинированный күнбағыс майына қуырып жесеңіз, тізенің ісігі мен ауырсынуы ешқашан басылмайды.
Тамақты қуырғанды қойып, бұқтырып немесе пеште пісіруге көшіңіз. Үшіншісі, тұз және ысталған өнімдер. Шұжықтар, консервілер, тұздалған қиярлар. Тұз ағзаға керек, бірақ оның мөлшері шамадан тыс көп болса, ол денеде, соның ішінде буын қапшығында суда бөгейді. Бұл тізенің ісінуіне және буын ішіндегі қысымның артуына әкеледі. Қысым артқан соң жүрген кезде тізе сыздап қатты ауырады. Әсіресе дүкеннің шұжықтары, колбаса, сосиска, чипсы және ысталған балықтар буынға тұз жиналуын, подаграны тездетеді. Төртіншісі, алкоголь және газдалған тәтті сусындар. Бұл сусындар нағыз минерал ұрылары. Алкоголь мен газды сусындар ағзаны сусыздандырады, ал біздің шеміршегіміздің 70-80% судан тұрады. Ағза сусызданғанда тізедегі буын сұйықтығы құрғап, шеміршектер бір-біріне тікелей үйкеле бастайды. Бұл нағыз сықырдың себебі. Оған қоса бұл өнімдер сүйектің негізгі болып табылатын кальций мен магнийді ағзадан жуып шаяды. Достар, елестетіп көріңізші, тізеңіз кенеттен ісіп, қатты ауырып қалды. Ал дәрігерге баруға дәл қазір мүмкіндік жоқ. Не істеу керек? Мұндайда әлемдік деңгейдегі жедел жәрдем дәрігерлері мен спорттық травматологтар қолданатын халықаралық алтын стандарт RICE әдісі көмекке келеді. Бұл 4 қадамнан тұратын жүйе. Тыныштық. Ауырсыну белгісі пайда болған сәттен бастап тізеге түсетін кез келген салмақты тоқтатыңыз. Көп жүрмеңіз, ауыр көтермеңіз, төсек тартып жату міндетті емес. Бірақ буынға демалыс беру, оның тез қалпына келуінің алғашқы шарты. Мұз басу. Көпшілігіміз тізе ауырса, бірден жылы грелка басып немесе ыстық ваннаға түсіп, үлкен қателік жібереміз. Егер буын қабынып ісіп тұрса, ыстық басу қабынуды өршітіп жібереді. Сондықтан матаға немесе сүлгіге оралған мұзды немесе мұздатқыштағы кез келген суық затты тізеге 15-20 минутқа басыңыз. Мұны күніне 3-4 рет қайталасаңыз, ісік қайтып ауырсыну басылады. Қысу, компресс. Тізе буынның ішіндегі қысымды тұрақтандыру және оның бейберекет қозғалып жарақаттанбауы үшін оны эластикалық бинтпен, серпімді таңғышпен ораңыз немесе арнайы наколенник киіңіз. Ескерту: бинтті тым қатты тартпаңыз, аяқ үйіп көгеріп кетпеуі керек. Жоғары көтеру. Демалып жатқанда немесе ұйықтағанда ауыратын аяғыңыздың астына 1-2 жастық қойып, оны жүрегіңіздің деңгейінен сәл жоғарырақ орналастырыңыз. Бұл тартылыс күші арқылы тізеде жиналып қалған артық сұйықтық пен ісіктің төмен қарай ағып тез қайтуына көмектеседі. Енді ең басты бөлімге келдік. Тізе ауруын біржолата ұмыту үшін оның айналасындағы бұлшықеттерді, әсіресе санның 4 басты бұлшықетін квадрацепс нығайтуымыз керек. Егер бұл бұлшықет мықты болса, ол тізеге түсетін бүкіл салмақты өзіне алады да шеміршек демалады. Тізе қатты сыздап қабынып тұрғанда жаттығу жасауға болмайды. Оны ауырсыну басылып, RICE әдісінен кейін ісік қайтқанда бастаймыз. Күнделікті небәрі 10 минут жұмсайтын 3 алтын жаттығу. Бірінші жаттығу: аяқты түзу көтеру. Қалай жасалады? Еденге шалқаңыздан жатыңыз. Бір аяқты тізеден бүгіп, табанды еденге тіреңіз. Ал ауыратын екінші аяқты толық түзу ұстап, жоғары қарай шамамен 30-40 сантиметрге дейін жайлап көтеріңіз. Аяқты ауада 5 секунд ұстап тұрыңыз. Санның бұлшықеті қалай ширыққанын сезініңіз. Сонан соң жайлап төмен түсіріңіз. Әр аяққа 10-15 реттен 3 подход жасаңыз. Бұл жаттығу буынға ешқандай қысым түсірмей бұлшықетті керемет нығайтады. Екінші жаттығу: сүлгімен изометриялық басу. Еденге отырыңыз, аяқтарыңызды алға созыңыз. Кәдімгі ваннаға арналған сүлгіні тығыз етіп орап, ауыратын тізенің дәл астына қойыңыз. Енді бар күшіңізбен тізенің артымен сүлгіні төмен қарай еденге қысып басыңыз. Осы қалыпта 5-7 секунд тұрыңыз. Сосын босаңсыңыз. Күніне 15 реттен қайталаңыз. Бұл жаттығу тізенің ішкі байламдарын бекітіп, буын сұйықтығының бөлінуін ынталандырады. Және де үшінші жаттығу: жартылай отыру. Қабырғаға арқаңызбен тығыз тақалып тұрыңыз. Аяқтарыңызды қабырғадан 30-40 см алға жылжытыңыз. Арқаңызды қабырғадан ажыратпай төмен қарай жайлап сырғыңыз.
дәл орындыққа отырғандай. Тізеңіз 90 градустан төмен кетпеуі тиіс. Яғни терең отыруға мүлдем болмайды. Осы қалыпта шамаңыз келгенше 20-30 секунд тұрыңыз да қабырға бойымен қайта жоғары көтеріліңіз. 5-10 реттен қайталаңыз. Бұл тізені ауыртпай, аяқтың күшін арттыратын ең қауіпсіз әдіс. Қымбатты достар, бүгін біз тізе саулығының бүкіл құпиясын аштық. Көрдіңіздер ме, буындарымыздың еркін қозғалып, ауырмауы қымбат операцияларда немесе шетелдік дәрі-дәрмектерде емес, біздің күнделікті таңдауымызда. Тәрелкеңізге не салып жейсіз, күнделікті денеңізге қандай қозғалып сыйлайсыз, бәрі өз қолыңызда. Денсаулық бұл күнделікті жасалатын кішкентай ғана дұрыс әдеттердің жиынтығы. Сондықтан бүгіннен бастап зиянды тәттілер мен трансмайларды азайтып, рационыңызға пайдалы сүйек сорпасы мен омега-3-ті қосыңыз. Ал таңертең небәрі 10 минутыңызды бөліп, біз жаңа ғана бірге жасаған 3 алтын жаттығуды әдетке айналдырыңыз. Сіздің денеңіз сізге міндетті түрде рахмет айтады. Және де ең басты дәрігерлік кеңесті ұмытпаңыз. Егер тізеңіздің ауырғаны бірнеше апта бойы басылмаса, түнде де сыздап ұйықтатпаса, немесе қатты ісіп қызарып кетсе, уақыт созбай міндетті түрде білікті дәрігер, травматолог немесе артролог маманға көрініңіз. Өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Егер бүгінгі ақпарат сізге шынымен пайдалы болса, видеоға лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл видеоны дәл қазір WhatsApp желісінде буыны мазалап жүрген ата-анаңызға, туған-туыстарыңыз бен достарыңызға жіберіңіз. Олар да біліп жүрсін, жақсылықты бөлісейік. Әрқашан қадамдарыңыз жеңіл, жүректеріңіз тыныш, буындарыңыз сау болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.